Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қайнатпалы қамырдан дайындалатын Пари Брест десертін дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін шұңғыл темір ыдысқа сүт құямыз, су құямыз, шым-шым тұз саламыз. Кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Өз қалауыңызша қант қоссаңыз да болады кішкене. Кейін барлығын араластырып, баяу отта бір қайнатып аламыз. Осылай көпіршіктер пайда болып, бір қайнау керек. Кейін лезде алып, үстіне оның барлығын осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай саламыз. Кейін лопатканың көмегімен ыстық күйінде бір келкі етіп жақсылап араластырып аламыз. Блендер қолдансаңыз да болады. Кейін баяу отта тағы да 2-3 минуттай осылай араластыра отырып, отқа ұстап аламыз. Кейін лезде алып, жақсылап суытамыз лопатканың көмегімен. Немесе блендер қолдансаңыз болады әрине. Жақсылап суыған соң үстіне жұмыртқамызды саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен жұмыртқаны бөліп салдым. Жақсылап бір келкетіп араластырып аламыз. Қайнатпалы қамырымыз осылай дайын болады. Ендігі кезекте кондитерлік мешокқа саламыз. Мен басына насадка қолданамын, 3D деп аталатын. Егер де сізде насадка болмаса, кондитерлік мешоктың басын қиып дайындай берсеңіздер болады. Жақсылап салып болған соң пергамент қағазының үстіне орналастырамыз. Мендегі силиконды коврикке орналастырамын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай 2 қатар қылдырып орналастыру керек, және де алшақ-алшақ болуы міндетті. Себебі піскен кезінде сәл көтерілетін болады. Қызып тұрған 180 градустағы пешке 25-30 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай биік болып көтеріледі. Әбден суытып алып, пышақтың көмегімен видеода көріп тұрғандарыңыздай кесеміз барлығын. Ортасы міндетті түрде пісуі керек. Жақсылап кесіп болған соң ортасына начинка құямыз. Өз қалауыңыз бойынша заварной крем, яғни қайнатпалы крем қолдансаңыз болады. Немесе мен сияқты творожный сыр, сливки және де қант ұнтағымен араластырылған крем қолдансаңыз болады. Өте нәзік әрі жұп-жұмсақ, дастарханыңыздың сәнін келтіретін осындай Пари Брест деп аталатын десертіміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.